В общем, кахарманга келип кийим карап отур элем го. В общем, кийим карап атканда да мындай агалар, жигиттер болот экен го. Мындай агалар болот экен да. Короче, ана кийимдин түрүнө карамайт, составына карап, мына нече градуста жуулуу керек, мына хлоп 70% па не деп, 10 джинсы кийип, бирөөнү алмай кетип калатын агалар бар экен да. Сосын мындай агалар бар экен да. Бир кийет, кыскартпайт даже, басат ижагары. Короче, мындай мужиктер болот го. Үстүнө костюмчу алып, жаткызып алып, жайлап, лакированный туфлимен, үстүнө одеколон сүйүп алып, кәдімгі орысша сөйлеп шамалы, саламатсыз, мына киім қаншадан деп. Сөйтіп киім ауыстыратын жерге келген кезде қалтасына насыбай түсіп қалады. Андай ағалар болады ғой, өзі вообще магазинге, базарға барып көрмейді, әйел алып береді да, қатын алып береді, соны киетін да. Андай трикон туфлимен киіп алатын, жазды күні андай сандаликті носкимен киіп алатын ағалар бар. Андай жігіттер болады ғой, андай тек кулик ала беретін да, себебі водолаз қалса бас сүймей қалатын. Дос балдардың қасына ерікпейтін балдар болады ғой. Ана дос баласына, қой, братан, тяжко, оны таста деп, ертесі күні өзі киіп жүреді сонда. Андай жігіттер болады ғой, спортивті сұрайсың ғой. Сізге далаға ма әлде спорт залға ма? Жоқ, больницаға дейтін да. Сосын больницада новый спортивмен ақ сланцымен айырып жүретін жігіттер болады ғой. Сосын мындай балдар самосвой болады ғой. Базарға барады, дым киім қарамайды да, тек барсетка алып кететін. Сіздің түріңіз, мінезіңіз, не важно, ең бастысы қаһарманға келіп, дәулеттен десеңіз 10% жеңілдік. Қаһарман болады бәрі нормальный. Андай ешкімге сенбейтін ағалар болады ғой. Каспиотқа аударды маған, қайсы чегін көрсете ғой, ұл жалғас деп шықты ма дейтін. Сосын осындай ағалар болады ғой, камаза дейтін да. Помпасы кетіп қалды, помпасы шетпеден шыға берсе, помпасы кетіп қалды. Таксимен келіп отыр, помпырлы секілді ма? Осындай балдар болады, машина алғанда 2 күн болған кәм. Бәріне жол беріп, бүйтіп кететін да, мойкке бара береді қайда. Андай ДТП-ға 2 рет түсіп, қой десе де қоймайтын, кінәні біреуден көре беретін жігіттер болады. Енді сөйледім, өзі кейін соғып кетті. Осындай Геленваген дейтін балдар болады ғой. Ақшасы көп болса да гулянкке шығатын да, сағаты 15 минут, дым түспейді еще. Андай индрайверге Камриді бір жазып қойып, өзі 14 келіп тұратын балдар бар да. Братан, че, Камри күттің ма деп, паханды кеткеш санчы бердік қой деп. Осындай бартовой газелі дейтін жігіттер бар да. Любой жаққа шығып кетеді, түн демейді, таң демейді. Астрахань ба, Астрахань кеттік, давай деп. Андай фурой